Саламатсыздар ма? Мен Маханова Гүлмария Қойбағарқызы, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжі теміржол көлігінде тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығында арнайы пән оқытушысымын. Менің жүргізетін пәнім жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру. Бүгінгі таныстыратын жаңа сабақтың тақырыбы жүкті тасымалға қабылдау. Жаңа сабақтың мақсаты жүктердің тасымалдау келісім шарты, накладной құжатына виза түсіру, ГУ-34 жүкті жөнелтуге қабылдау кітабын жүргізу, жүктерді тасымалға қабылдау шарты, жүктердің салмағын анықтау, станция тауарлық кеңсесінде құжатты рәсімдеу, тасымалды қағазсыз рәсімдеу. Жүк жөнелтуші жөнелтілетін жүкке міндетті түрде накладной ГУ-27 формасын толтыруға тиісті. Накладной жүктің негізгі құжаты, накладной есептеу құжаты, накладной құқық беретін құжат, накладной үш жақты келісім шарт. Жүк жөнелтуші, темір жол, жүк қабылдаушы аралығында орындалатын негізгі келісім шарт болып есептеледі. Тасымал құжаттары. Накладная жүкпен бірге қабылдау станциясына жеткізіледі. Жүкпен бірге жүк қабылдаушыға өткізіледі. Дорожная ведомость есептеу финанс құжаты накладноймен бірге қабылдау станциясына жеткізіледі, қабылдау станциясында қалады. Корешок дорожной ведомости тасымал жоспарының орындалуына есеп беру және есепке алу құжаты. Бұл жөнелту станциясында есеп үшін қалады. Квитанция в приеме груза теміржолдың жүкті қабылдағаны туралы негізгі заңды құжат. Бұл құжат жүк жөнелтушінің қолына беріледі. Төрт құжаттағы мәлімет бірдей. Накладнойға қарап тауар кассирі толтырады, бірақ әр құжаттың пайдалану мақсаты әртүрлі. Накладной құжатына виза түсіру, ГУ-34 жүкті жөнелтуге қабылдау кітабын жүргізу. Жүк жөнелтуші алдын ала толтырылған накладной құжатын жүкті станцияға алып келгенге дейін теміржол станциясына виза рұқсат алу үшін өткізеді. Визаны станция басшысы қояды. Визада жүкті кіргізуге, тиеуге рұқсат. Қабылдауға, тиеуге берілетін жылжымалы құрамды дайындау уақыты көрсетіледі. Жүкті тасымалға алып келгенде жүкті жүк қабылдаушы тексереді. Берілген мәліметті мұқият тексеруге тиісті. Жүкті қабылдап тапсырушы жүкті тасымалға қабылдағаны жайлы ГУ-34 нысаны жүктерді тасымалға қабылдау кітабына түсіреді. Жүктерді тасымалға қабылдау шарты. Бұл жұмыстар станцияға жүкті алып келгеннен соң келесі тәртіппен орындалады. Накладной құжатындағы визаны тексеру. Автокөліктен қоймаға жүкті жинау. Жүктің орауын жөнелтуші таңбасын тексеру. Жүкті таңбалау. ГУ-34 кітабына тіркеу. Накладной құжатын рәсімдеу. Тауар кеңсесіне накладной құжатын жіберу. Барлық операцияларды жүк қабылдап тапсырушы орындауға тиісті. Тек қана автокөліктен қоймаға жүкті жинау жұмысшылар немесе механикаландырылған бригада орындайды. Жүктердің салмағын анықтау. Теміржол жарлығына сәйкес жүк жөнелтуші жүкті тасымалға өткізгенге дейін жүктің түріне байланысты салмағын анықтап накладнойға көрсетуге міндетті. Жүктің түріне қарай келесі тәсілдермен анықталады. Трафаретті, стандартты, өлшеу, есептеу, шартты. Ыдысты даралы жүктің салмағы трафарет немесе стандарт бойынша анықталып, жүк жөнелтуші жүк орнына тасымалға тапсырғанға дейін түсіруі қажет. Ақтармалы сусымалы жүктердің салмағы вагон немесе элеватор таразысында өлшеу арқылы анықталады. Егерде вагон таразысы болмаса, ақтармалы түрде тасымалданатын жүктер салмағын есептеу арқылы анықтауға болады. Орын саны есебінсіз тасымалданатын ақтармалы жүктер рельс, сортты металл, силикатты керамикалық бұйымдар,
әр орын саны немесе шаршы метр салмағы бірдей болса, есептеу арқылы анықталады. Құймалы түрде цистернамен тасымалданатын сұйық жүктердің салмағы өлшеу есептеу түрінде анықталады. Ол үшін цистернадағы сұйықтың құйылған биіктігін арнайы құралмен өлшеп алып, калибрлі таблица бойынша есептеуге болады. Жартылай бункерлі вагонда тасымалданатын жүктердің орман ағаштарының салмағын шартты түрде анықтауға болады. Жүк ауласы аумағында тауар кеңсесі орналасады. Жүк жөнелтуші жүк қабылдаушыларға құжаттарын рәсімдеуге ыңғайлы болу үшін тауар кеңсесі жүк ауласының кіру қақпасының жанында орналасады. Тауар кеңсесінде тауар кассирі жұмыс жасайды. Тауар кассирі жүктің тасымалдау ақысын есептеп, тасымалдау құжаттарын рәсімдейді, және жүк жөнелтуші жүк қабылдаушымен бірге жұмыс жасайды. Тауар кеңсесінің жабдықталу құрылымы. Тауар кеңсесінде міндетті түрде келесі жабдықтар болуға тиісті. Станция бөлімдерімен жүк қабылдаушы жүк жөнелтушімен телефон байланысы. Жүк қабылдап тапсырушы келген жергілікті жүк жайлы ақпарат беру бұрышы. АРМ АГКР автоматты жұмыс орны, автоматты жүк коммерциялық жұмыс, теміржол картасы, операциялардың орындалу тәртібінің кестесі, қатаң түрдегі қажетті есеп беру бланкалар қоры, шкаф, сейф, кассовый аппарат, стол, орындық тағы басқалары, қажетті штемпельдер. Тауар кассирінің негізгі жұмысы. Станцияда жүктердің тиеу жоспарының орындалғанын қадағалау, тасымал құжаттарын рәсімдеу, тасымал ақыларын есептеу, АСО-СТ станцияның автоматтандырылған басқару жүйесі бойынша ақпараттық байланыс, бекітілген есеп беру, есеп алу формаларын жүргізу, жергілікті жүктердің келгені жайлы ақпаратты станцияның автоматтандырылған басқару жүйесі бойынша қабылдау, станцияның автоматтандырылған басқару жүйесі бойынша тиелген және түсірілген вагондар жайлы мәлімет беру, АСО-ДКР автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жұмыс жүйесімен жұмыс жасау. Құжаттарды рәсімдеу тәртібі. Тауар кеңсесінде тауар кассирі жүк жөнелтушінің накладной ГУ-27 құжатын дұрыс толтырылуын тексеру керек. Накладнойға сүйене отырып, жол ведомосын толтырады. Жол ведомосы дегеніміз қатаң есепке алынатын бланк болып есептеледі. Онда типографиялық реттік номері, сериясы, қорғаушы торы, жолдың аты, станцияның аты және коды көрсетіледі. Жол ведомосы 3 бөліктен тұрады. Жол ведомосының түбіртегі жүк қабылдау туралы квитанция. Тауар кассирі жүк жөнелтуші жүк қабылдаушымен жұмыс жасайды. Тауар кассирі жүк жөнелтушінің өткізген накладной құжатын мұқият тексеріп, жүк жөнелтушінің тасымалданатын жүгінің тасымал ақысын есептейді. Жүк қабылдаушымен бағытталу жолында қосымша операциялар орындалған болса, сол есебін шығарып береді. Сондықтан тауар кассирі жүк жөнелтуші жүк қабылдаушымен үнемі тығыз байланыста. Тасымалды қағазсыз рәсімдеу. Қазіргі кезеңде жүк және коммерциялық жұмыс бағытында жаңа технологияларды кеңінен қолданады. Жүк және коммерциялық жұмыс теміржол көлігінде тасымалдау үрдісін ұйымдастыруда ең маңызды орын алады. Жүктерді тасымалдау жұмысы бірнеше қатысушыларды біріктіреді. Әртүрлі жүк жөнелтушілер, жүк қабылдаушылар, экспедиторлар, жылжымалы құрам операторлары, тасымалдаушылар, инфрақұрылым иелері тасымалдау жұмысын ұйымдастыруға қатысады. Теміржол көлігінің жүк және коммерциялық жұмыстарын ұйымдастыруда сандық технологияларды қолдану. Автоматтандырылған басқару жүйесі, шарттық және коммерциялық жұмыс, интернет желісі арқылы тармақ иелерімен, экспедиторлармен келісім шартқа отыра алады және клиентке 4 санды жүк жөнелтуші, жүк қабылдаушы кодын ұсына алады.
Жүктерді тасымалдау жоспарының айлық сұранысы ГУ-12 негізінде жүк жөнелтуші жоспарланатын әр айдың 14 күнтізбелік күнінен қалмай, облыс аралық халықаралық қатынас бойынша кемінде 20 күннен қалмай, үшінші елдер арқылы халықаралық қатынастар аралығында жүктерді вагонмен, контейнермен тасымалдаудың айлық жоспарын орындайды. Егерде жүк жөнелтушіде өзінің жеке электронды жүйесі болса және тасымалдаушының ақпараттық жүйесін қолдануға рұқсаты болса, жүктерді тасымалдаудың айлық жоспары мәліметін электронды түрде беруге болады. Жүк тасымалдау жоспары бойынша ГУ-12 айлық өтінімнің формасы электронды есептеу машиналарында өтінім деректерін автоматтандырылған өңдеу мүмкіндігін көздейді және үшінші елдерге облысаралық қатынаста жүк тиеуді жүргізетін барлық жүк жөнелтушілер үшін бірыңғай болып табылады. Жүк жөнелтушінің жеке автоматтандырылған жүйесі болса, немесе тасымалдаушының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі қолдануға рұқсаты болса, тиісті функционалдық мүмкіндігіне сай автоматтандырылған ақпараттық жүйеге электрондық алмасу арқылы жүктердің айлық тасымалдау өтінімін қабылдауға рұқсат беріледі. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес электронды құжаттар және электронды цифрлық қолтаңба немесе екі жақ келісімі бойынша электронды жүйеде мәліметтер беру үшін электронды цифрлық қолтаңба қолданады. Автоматтандырылған басқару жүйе шарттық және коммерциялық жұмыс тасымалдау туралы ақпаратты электронды түрде бір рет енгізіледі. Кейін ол сол жүктің бағытталу жолында бірнеше рет қажетті ақпаратты мақсатына байланысты қолдануына болады. Автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жұмыс электрондық мәлімет. Бұл мәліметті орындау үшін келесі мәліметтері болу қажет. Жүк жөнелтушіге электронды мәлімет беру үшін қажет жеке электронды жүйесі, станция рұқсаты, электронды қолтаңба. Электрондық цифрлық қолтаңбасы бар клиент, автоматтандырылған басқару жүйесі шарттық коммерциялық жұмыс жеке кабинетін құрады. Ол арқылы ол жүктерді тасымалдауға өтінімді рәсімдей алады. Жүк құжаттамасын толтырып, шартты тіркей алады. Кеңседе отырып ақ жылжымалы құрамның сипаттамасын, бағытын көре алады. Автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жұмыс құжат айналымы. Бұл құжат айналым келесі тәртіппен орындалады. Бірінші, автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жұмыс жүйесіне тіркелу. ГУ-12 тиеуге бұйрық Астана бекітеді. ГУ-11 декадалық сұраныс тиеуге рұқсат. ЭПД модулына жүктеледі. ГУ-27 накладной құжаты рәсімделеді. Қабылдау тапсырушы ГУ-27 накладной құжатын тексереді. ГУ-27 тауар кассирі тасымал ақысын есептейді. Есептеген соң төленеді. Жүк жөнелтуші ол ақыны төлеуге тиісті. Төленгеннен кейін жөнелтілімге номер беріледі. Автоматтандырылған басқару жүйесі коммерциялық жұмыстың қолдану тәртібі. ГУ-12 сұранысты интернет желісі арқылы беру, клиенттермен қағазсыз жұмыс жасау, клиенттерге бағдарланған. Жіңішке станциясы 2017 жылғы сәуір айынан бастап жаңа технология автоматтандырылған басқару жүйесі шарттық және коммерциялық жұмыс электронды жүйесін кеңінен қолдануда. Осы жаңа автоматтандырылған жүйемен танысу үшін біздің колледж студенттері тауар кассирлермен кездесіп, осы жұмыстың қалай орындалатынын бақылады. Автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жүйе клиентке бағдарланған. Қазақстан аймағында жүктерді тасымалдау жөнелту үрдістерінің тиімділігін, қағаз құжат айналымын азайту және жұмыстың ашық орындалуын көрсетеді. Автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жүйе бүкіл тасымал үрдісінде өтінім бергенге дейін тасымалдау құжатын рәсімдеу толықтай автоматтандырылған. Ұрлау, алдау жоқ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетін құрамдас бөлігі болып есептеледі.
Біз бүгінгі жаңа тақырыпта жүктерді тасымалға қабылдау тәртіптерімен кеңінен таныстық. Жүктерді тасымалға қабылдау үшін міндетті түрде негізгі келісімшарт накладной құжатын дұрыс толтыру, накладной құжатына байланысты келесі құжаттарды дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости, квитанция в приеме груза құжаттарын толтыруының тәртібін, жүктердің салмағын анықтау тәсілдерін және жаңа технологияның АСУ-ДКР автоматтандырылған басқару жүйесі шартты коммерциялық жұмыстың орындалу тәртіптерімен таныстық. Осы сабақты қалай меңгергенімізді анықтау үшін біз келесі сабақты бекіту тәсілдеріне көшейік. Бұл тапсырмада екі баған берілген. Бірінші бағанда құжаттар топтамасы көрсетіледі. Екінші бағанда осы құжаттарға сәйкес орындалу тәртіптері көрсетілген. Сіздердің міндеттеріңіз осы сәйкестіктерді анықтау. Ойлануға уақыт беріледі. Енді сіздер танысып, ойланып, шешімін тапты деп ойлаймын. Енді тексеріп көрейік. Накладная. Жүкпен бірге қабылдау станциясына жеткізіледі. Жүкпен бірге қабылдаушыға өткізілетін құжат. Квитанция о получении груза. Темір жолдың жүкті қабылдағаны туралы негізгі заңды құжат. Дорожная ведомость. Накладноймен бірге қабылдау станциясына жеткізілетін есептеу финанс құжаты. Корешок дорожной ведомости. Тасымал жоспарының орындалуына есеп беру және есепке алу құжаты. Ал енді жұмыстың дұрыс орындалғанын тексерейік. Барлық жауап дұрыс. Осымен жаңа тақырып аяқталды. Сіздер EduPage оқу платформасында берілген дәрістермен танысып, негізгі оқулық «Грузовая и коммерческая работа организации управлениеде» берілген 70-84 беттермен танысасыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.